Шәріфлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін ноябрьнің 14-ті ве Қырым ишғалінің 991 күні. Бүгінгі эфирімізде. Диверсантлар жасуслықны таныдылар. Арби Рудбеныз, подполковник. Шатлар Чигозны қабатсыз оларақ таны. Когда Чайгоза он в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Керіч сакелерінің белялары битмей. Сколько можно издеваться уже? Чигоз ішінде шат оларақ кечкен шақыслар оны қабатлы саймай. Межлис рейсінің муавина ақтым Чигознын іші бойынша кечкен 39-й махкеме топлашывында эки шатны соравдан кечірділер. Бұл вақыт о Украина милиционері вазифесінде олып, Қырым Юхары Шурасының бинасы янында қорувда иштирах еткен Павел Парасюк ве Черноморская телеви-радио шirketінде журналист олып чалышқан ве о күннің вақиаларына айдынлатқан Эльвира Джалалдыр. Екісі де о заман ақтым Чигоз тарафындан жинайетчілік әрекетлеріні көрмегенлері ақта білдіргенлер. Қырымның ишғалжи махкемесі ақтым Чигозны Хутлеви низамсыздылықларының тешкелетчісі олғанында қабатлай. Свидетель Парасюк и его... Шат Парасюк ве оның бөлігі Украина тарафыны тұтқанлар тарафында тұрғанлар. Сықылу вақтында милиция хадимлеріні де бинаға яқын сықтылар. Ләкин оларға қаршы зорбалы харекетлер кечірілмеді. Ақтем Чигозны бүкіні көрмеді ве оның харекетлері ақта бір шей білдіріп оламай. Қырым диверсантлары іші бойынша яқаланған 3-ші шақыс Владимир Дудка Ақярда Русия февкуляды вазиетлер идаресінде сапер олып чалышты. Нефағаға чықмаздан евел Украинаның Арби дениз құветлерінде Ақярда Симферополь кемесі еле идаре еткен. Сонра есе флот штабында чалышты. Сонки вақытқа қадар миналарының алмасы бойынша мутихасы сәді, яқаланудан соныны февкуляды вазиетлер назерлігіден іштен бошаттылар. Дост ве ақрабаларының айтқанына көре, о бір заман сиясетнен мерақланмады. Қырымда яқаланған санки диверсантлар оз қабатыны таныдылар. ФСБ идаресінде білдірділер Дмитрий Штыбликов ве Алексей Бессарабов Украина мудафасының истихбаратының баш идаресінде қызмет еткенлері ақта ве оларға Киевтен берілген вазифелер ақта білдірділер. Арби Рудбеныз ве Украина мудафасының разведка баш идаресінде насыл вазифеде болундыңыз. Арби Рудбен полковник, вазифем оператив юнилиште елбашчы. Қырым территориясында Русияның яңа арби бөліклерінің ерлешуі ақта малюмат топлануы ве диверсияларының кечірілуі чун объектлерінің белгіленуі. Украина мудафасының разведка баш идаресінде не вақыттан берілі чалышасыз? 2008 сенеден берілі мескур резервдің офицері олам. Арби Рудбеныз, подполковник. Юксек террористик телуке себебінден Киевде яран хрещатик соқағы қапалы олажақ. Бұл малюматны пайтақтың полиция идаресі тарқатмақта патламалар қаршы чалышқан мақсус қызметлері Хутлеви ерлеріні тешкережек олалар. Бүгінден башлап Украина милли полиция ве милли гвардия шиддетлі режимге кече. Украинаның 11 вилаятының тахминен Биндензияды кой ве қасабасы шықсыз қалмақта. Мемлекетінің ғарбінде қар 50 сантиметрден зияды яғандыр. Йолларының бұйық қысымандaki әрекет зорлашқандыр. Уле вақтындан сон боран ве сағанақ яғмурның себепчісі олған циклон Украинадан тышынада чықабыле. Киевде коммуналь қызметлері құртарыйжы ве ажиле ярдым хадимлері шидетлештірілген режимде чалышмақта. Қар бұтын геже яғды. Коммуналь қызметчілері чалышты. Шерінің соғақларында тахминен 600 техника чалышайды, ве елға 3000 тонна туз сепілді. Бұл есе жидди қазаларға ел бермеді. Нахлие васталары әрекет етелер. Қырымда есе яғмурлар ве ыслақ қар яғмақта. Кеченлері пус ве елінің көтерілмесі себебінден керіч паром кечетінің іші тоқтатылды. Керіч ята ханесіні яған яғмурлар себебінден бірда сув басқан.
Кавказская беш адресы буйынча яшаган сакинлерінің белалары энді бір қач ай девам етмекте. Тамир ішлеріні кечіргенлер эв дамыны ачқан сон, оның еріне янысыны төшемегендір. Ета ханенің сакинлері йыллар девамында аққан дам, ысыту ве канализацияның бағылы меселелерге шикает етмектелер. Прости. Льется у вас. Вот не люди они вообще, я не знаю, сколько можно издеваться уже. Бірлешкен Миллетлер Тешкелятының баш ассамблеясында Қырымда инсан ақларының бұзылмалары музакире етілежек. Бұннен берабер Нью-Йорк шерінде бұл меселенен бағлы резолюция үшін рей берілмесі де бекленіле. Қабул етмесіне керек олған рейлер топланса, ишғал алтындaki топырақларға инсан ақларының бозмаларыны көз еткен халқара миссиялар кіре білір. Бірлешкен Миллетлер Тешкелятындaki Русия темсілжісі Лейха резолюциясына қаршы чихаджаға қында да білдірген. Русияны дестек берген социалист фырқасының намзеті Сабы Харби Румен Раде Булгаристан президент сайлауларында ғалибе қазанмақта. Оны %60% сечкен үкімдарлық фырқасы рақыбы үшін 30%-дан асыре берілген. Ондан файыздан зиядесі эксіне қаршы рей бергенлер. Радев Булгаристан, Авропа, НАТО ве Русияге қол тұтажағыны вады етті. Бұндан да ғайры яны президент Москвадан халқара санкцияларының алынмасына дестек бермекте. Үкімдар фырқасындан темсілжісі олған баш назер сайлаулардан сон истифаға шықты. Булгаристанда бүгін демократия, апатия ве қорқыны еңді. Акиметтің қиямет күні ақындаки яланына бақмадан сізлер деңішмелеріні сечтіңіз. За перемены. Молдавияда Русияге қол тұтқан намзет Игорь Дадон президент сайлауларының екінші турында ғалибе қазанды. Дадонға сайлаушыларының 55% қол тұтты, оның рақыбы Майя Санду есе 45% рей қазанғандар. Сонки 20 ел девамында бұл Молдовада өткерілген ilk президент сайлаулары oldu. 41 яшлы Игорь Дадон 2009 сенесіне қадар Молдованы идаре еткен коммунистик акиметінде Назир Муавины вазифені çalışайды. Мен рақыбыне мұраджат етмеге істемейім. Нетиже насыл олмаса да, инсанларны тұтыншылыққа чықармақ керекміз. Бізге провокациялар керекме ве біз жемиетнің бұзылуына кетірмемек керекміз. Афсуски бұл президент сайлаулары ярамай тешкелетілді. Лондра, Болония, Бухарест ве Парижде сайлау мерkezlerінде бюллетенлер етішмеді. Yüzlerce insanlar oy sıraylarına berip olamады. Украина президенті Мустафа Джемилевнің доған күнні тебірікледі. Петро Порошенко хайырлав сөзлеріні Facebook сәйфесінде қалдырды, берабер мұтлақа енерміз деп язды девлет елбашчысы. Қайдетмелікі түневін Қырым-татар халқының милли лидері Мустафа Джемилев 73 яшын толдырды. Мустафа Джемилевнің башына чоқтан-чоқ ағырсына тұшты. Ләкин бұна бақмадан бұны бозмады, аксине дады күчлі етті. Оз халқының ағығы лидері өзінің яшайышыны күрешке бағышлады. Берабер біз мұтлаққа енерміз. Хайырлы яшлар олсын, Мустафа. Бұл біздің сонки хаберіміз еді. Невбеттікі Ескендер Меметов елі заман эфиріні қачырмаңыз. Көрішкенже.